құрметті көрермен, қазақтың ұлттық өнерін насихаттайтын арнаға қош келдіңіз. Мен бүгін сіздерге өздеріңіз өтінген керемет тағы бір әнді домбырада үйрететін боламын. Бүгінгі кезек Әри Айдай деген танымал халық әнінде, жалпы бұл ән отырыста да, жиын тойларда да жиі айтылатын ән. Егер осы әнді сіз де домбырада үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Және де айта кетейін, егер сіз менің арнама жаңадан қосылып отырған жан болсаңыз, дәл қазір менің арнама кіріп, осы ән сияқты басқа да видео сабақтарды көре аласыз. Және де дәл қазір менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Жалпы менің мақсатым қазақтың ұлттық аспабы домбыраны тартатын адамдардың санының артуына өз үлесімді қосу. Бұған сіз де өз үлесіңізді қосып, менің видео сабақтарымды тарата отыруды ұмытпаңыз. Дәл қазір сізге осы видео сабақ түсінікті болу үшін мынаны міндетті түрде білуіңіз керек. Жалпы менің түсіндіруім бойынша домбыраның ең жоғарғы жағында тұрған перне бұл 0, ал мына осы бірінші нүкте тұрған бірінші перне, сосын ары қарай 2, 3, 4, 5, 6 болып кете береді. Дәл қазір мен сізге 4-ті бас десем 4-ті, 6-ны бас десем 6-ны, қай пернені санын айтам, сол пернені басып отырсаңыз болды, қалғанның бәрі өте оңай. Сізге барлығы түсінікті болса, ендеше әдеттегідей ең алдымен әнді бір рет толық домбырада орындап көрсетемін. Жалпы тартылуына, барлығына мұқият мән беріп тыңдап отырыңыз. Айдай көңілге жай барады, өтіп дәурен күн санаулы, қалайы ойнап күліп осындайда. Ей, саған халқым-ай, беу әнімді айтып-ай, жүрмін шалқып-ай. Ей, саған халқым-ай, беу әнімді айтып-ай, жүрмін шалқып-ай. Өлеңді тіл бастайды, шақ қостайды, бәйгеден келсе жүйрік ойқастайды. Берейін баста десең, бұл тойды мен бастамай кім бастайды? Ей, саған халқым-ай, әнімді айтып-ай, жүрмін шалқып-ай. Ей, саған халқым-ай, беу әнімді айтып-ай, жүрмін шалқып-ай.
ай, жүрмін шалқыбай. Ей, саған халқым ай, беу әнімді айтып ай, жүрмін шалқыбай. Егер керемет дәл осы әнді сіз де үйренгіңіз келсе, видео сабақты міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Ендеше әнді домбыраға салмай тұрып, ең алдымен домбыраның құлақ күйін дұрыстап келтіріп аламыз. Дәл қазір менің домбырамның нотасы жалпы ля бемоль, асты, ал үстіңгі шегі ми бемоль ноталарына келтіріліп тұр. Немесе бұдан басқа да, дәл осыған дұрыстасаңыз да болады, бұдан басқа таза ляға және таза миға үстін және астын соль, ал үстін ре қылып дұрыстасаңыздар болады. Жалпы құлақтың қалай дұрыстау керек екенін домбыраның мен арнайы видео сабақ жасаған болатынмын. Сол видео сабақты көріп түсініп алсаңыз болады, егер дұрыстай алмайтын болсаңыз. Ендеше әнді әрі қарай үйренуді жалғастырамыз. Жалпы әннің қағысы мынандай: алма кезек үнемі төмен, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары қағысты алма кезек қағып отырамыз. Ешқандай шатаспаңыз, және де дәл осы қағыспен бір темппен тартамыз. Ең алдымен әнді жаңағыдай мен сияқты тез қағыста қағу үшін бірінші үйреніп, жай қағыста үйреніп аламыз. Жалпы әнді домбырада орындау сіз ойлағаннан да өте оңай. Дәл қазір бірінші шумақтың біз екі қатарын домбыраға салсақ болды, қалған қайталау болады. Қазір түсіндіремін толық. Ең алдымен бірінші қатарының сөздерін домбыраға саламыз. Айтайын, айт дегенде әрі-айдай деген сөздер домбыраға саламыз. Ең алдымен ай деген буынды біз үшінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Үшінші пернені басып тұрған кезде бас бармақ төрттің жоғары жағында осылай тұрса, ыңғайлы болады. Бір қағыс қағамыз. Ай, тай деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақ, екінші саусақпен осылай, және осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Тай. Келесі йын деген буынды айтатын кезде енді алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Былай, неки. Бас бармақ қараңыз, бір орнынан жылжыған жоқ. Жаңағы төрттің үстінде әлі тұр. Осы жерде тұрып біз 8 қағыс қағамыз. Алма кезек. Дәл осылай. Одан соң ары қарай айт деген буындарды біз алтыншы пернені қайтадан ұстаймыз, бірақ бұл жолы бірінші саусақпен ұстаймыз. Осылай бас бармақ жоғары жағында тұрады. Дәл осының енді осы жерде тұрып біз екі қағыс қағамыз. Алма кезек. Айт де. Келесі ген де деген буындарды біз 8-ші пернені кішкентай саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Қараңыз, бас бармақ жаңағы алтының жоғары жағында дәл осылай тұрады. Кішкентай саусақпен 8 ұстаймыз. Осы жерде тұрып біз екі қағыс қағамыз. Генде. Келесі а деген буынды 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. 4-ші пернені 2-ші саусақпен ұстап тұрып айтамыз. Бір қағыс қағамыз. А. Ри деген буынды айтатын кезде енді 3-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен жаңағыдай. Ри. Ай деген буынды айтатын кезде енді 4-ші пернені ұстаймыз. Қайтадан 2-ші саусақпен 2 қағыс. Ай. Дай деген ең соңғы буынды айтатын кезде 6-ші пернені жаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ қараңыз, бір орыннан жылжыған жоқ, 4-тің жоғары жағында осылай ұстап тұра береді. Енді осы жерде тұрып біз алма кезек 8 қағыс қағамыз. Дай. Жалпы бірінші қатар мінекей әп-сәтте аяқталды. Осымен толық бірге татып көрейік. Жалпы сізде де осылай шығу керек. Ай, айтайын, айт дегенде әрі-айдай.
барынша жай тартып көрсеттім. Қайта-қайта тартып, жақсылап жаттап алыңыз. Бірінші қатар осымен аяқталды. Енді келесі екінші қатарға көшеміз. Оның сөздері: көп айтса әрі айдай көңілге жай. Осы сөзді домбыраға саламыз. Мінекей осымен бірінші қатар аяқталды. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді екінші қатар дәл осы әуенді қайталанады. Сөздері жалпы екінші қатардың: көп айтса әрі айдай көңілге жай. Бұл сөздерді дәл жаңағы бірінші қатардың айтайын айт дегенде әрі айдай деген сөзімен алмастырып, дәл орындаған, үйренген әуенді қайталап орындай саламыз. Сонда былай болады, мұқият қарап отырыңыз. Көп айтса жалпы осымен екі қатарда бірден домбыраға салып қойдыңыз, екеуінің әуені бірдей болды. Қайта-қайта тартып жаттап алыңыз. Енді үшінші қатардың сөздері: барадау өтіп дәурен күн санаулы. Осы сөздерді домбыраға саламыз, мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен ба деген буынды біз төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Ең алдымен ба деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, екі қағыс қағып айтамыз. Радау деген буындарды айтатын кезде енді 8-ші пернеге қарай жылжимыз. Оны кішкентай саусақпен ұстаймыз. Осылай бас бармақ алтының жоғары жағында тұрады. Осы жерде тұрып біз 8 қағыс қағамыз. Алма кезек. Радау. Келесі өтіп деген буынды айтатын кезде қайтадан 4-ші пернені ұстаймыз бірінші саусақпен. Енді осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз. Өтіп дәурен деген буынды 8-ші пернені қайтадан кішкентай саусақпен ұстап айтамыз. Мінекей осы жерде тұрып 2 қағыс қағамыз. Дәурен күн деген буынды айтатын кезде 6-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. Күн. Са деген буынды айтатын кезде 4-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. Са. На деген буынды айтатын кезде енді 3-ші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен 1 қағыс. На. Ау деген буынды айтатын кезде қайтадан 4-ші пернені 2-ші саусақпен ұстаймыз. 1 қағыс. Ау. Л деген ең соңғы буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені жаңағыдай кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ 4-нің жоғары жағында. Осы жерде тұрып 8 қағыс қағамыз. Алма кезек. Жалпы осылай екінші қатар, үшінші қатарды дәл осылай әуенге салдыңыз. Енді үшінші қатарды бірге орындап көрейік. Жалпы былай шығу керек. Барада өтіп дәурен күн санаулы. Жалпы осылай. Құттықтаймын. Осымен үшінші қатарды домбыраға салдыңыз. Ал төртінші қатар тіптен оңай, себебі төртінші қатарды дәл жаңа ғана ойнаған бірінші, екінші қатардың әуенімен сол әуенді қайталап ойнай саламыз, сөздерін дұрыстап айтамыз. Төртінші қатардың жалпы сөзі былай: қалайық ойнап күліп осындайдай. Яғни бұл сөздер жаңағы бірінші қатардың, екінші қатардың әуеніне сала саламыз. Сонда былай болады: ойнап күліп осындайдай. Мінекей, құттықтаймын. Жалпы бірінші шумақ осымен бітті. Бірінші шумақ толық домбыраға салдыңыз. Сіз үшін жай бір рет сөзін айтпай, бірінші шумағын толық орындап көрсетемін. Жалпы бірінші шумақты сіз домбыраға салдыңыз деген сөз
Бұл деген сөз сіз екіні де үшті де толық домбыраға салдыңыз, себебі дәл осы әуен қайталана береді, тек сөздері ғана басқаша. Екінші, үшінші шумақты тек сөздерін жаттап алып, дұрыстап айтсаңыз болды, әуені осы. Бір рет сіз үшін орындап көрсетемін, жай қағыспен. Менімен ілесіп тарта алсаңыз, бірге тартып көріңіз. Жалпы мінекей бірінші шумақты барынша жай тартып көрсеттім. Жалпы осылай шығады. Екінші, үшінші шумақты да дәл осы әуенге салып тартсаңыз болды. Әннің ортасына да келіп жеттік десек болады. Енді қысқа ғана қайырмасын үйренсеңіз болды. Есіңізге сала кетейін, менің арнама әлі де тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір видеоның астындағы подписаться деген кнопканы басып тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, мені жоғалтып алмас үшін. Жалпы арнама кіріп көрсеңіз, бұдан басқа да көптеген қазақша әндерге түсірілген видео сабақтар бар. Міндетті түрде кіріп көріңіз. Менің мақсатым домбырада ән шырқай алатын адамдардың санының артуына өз үлесімді қосу. Менің видео сабақтарымды достарыңызбен, жақындарыңызбен бөлісіп тарата отыруды ұмытпаңыз. Ендеше біз жалпы қайырмаға көшейік. Қайырма 3 ғана қатардан құралған, өте қысқа және ең керемет жері осы қайырмасы. Бірінші қатарындағы сөздер. Ей, саған халқым-ай. Осы сөздер домбыраға салайық. Ең алдымен біз деген буынды созып айтамыз бұл сөзді. Бір 6-шы пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, бір қағыс қағып айтамыз. Келесі ары қарай деп созып айтамыз ғой. Сол созып айтатында бірінші 6-шы пернені бір қағыспен басып ұстадық, бір қағыс қақтық, ары қарай енді 8-ші пернені ұстаймыз, кішкентай саусақпен осылай. Бас бармақ қараңыз, орнынан жылжыған жоқ. Тек кішкентай саусақпен 8-ді ұстадық. Енді осы жерде тұрып біз 7 қағыс қағамыз. Қалған 8-ден қалған 7 қағысты. Жалпы осылай. Одан соң саған деген буынды енді 4-ші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып, 2 қағыс қағып айтамыз. Саған. Хал деген буынды айтатын кезде енді қайтадан 8-ші пернені ұстаймыз, дәл жаңағыдай кішкентай саусақпен осы жерде тұрып бір қағыс қағамыз. Хал. Қым деген буынды айтатын кезде енді 6-ші пернені бірінші саусақпен ұстаймыз, жаңағыдай бір қағыс қағамыз. Қым. Келесі ең соңғы ай деген буынды созып айтамыз, оны 3-ші пернені ұстап тұрып айтамыз. 3-ші пернені ұстап тұрып 8 қағыс қағамыз, алма кезек. Жалпы мінекей бірінші қатар өте оңай. Бір рет бірге тартып көрейік. Саған
мінекей бірінші қатар осымен аяқталды. Енді келесі екінші қатар беу әнімді айтып ай. Осы сөздерді домбыраға саламыз. Дәл жаңаға ұқсайды. Мұқият қарап отырыңыз. Ең алдымен беу деген буынды айтатын кезде бе деген буынды төртінші пернені бірінші саусақпен ұстап тұрып бір қағыс қағып айтамыз. Бе. Келесі еу деген буынды айтатын кезде алтыншы пернені кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ қараңыз, төрттің жоғары жағынан жылжыған жоқ, жаңағы тұрған жерінен. Енді осы жерде тұрып жеті қағыс қағамыз. Келесі әнімді деген буынды айтатын кезде үшінші пернені ұстаймыз. Бірінші саусақпен бас бармақ қараңыз, орнынан жылжыған жоқ, төрттің жоғары жағында тұр, осы жерде тұрып екі қағыс қағамыз. Әнімді ай деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені ұстаймыз. Екінші саусақпен бір қағыс. Ай. Тып деген буынды айтатын кезде үшінші пернені ұстаймыз. Бір қағыс. Тып. Ай деген буынды айтатын кезде енді бірінші пернені ұстаймыз. Үш қағыс қағамыз. Ай деген буынды айтатын кезде енді төртінші пернені қайтадан кішкентай саусақпен ұстаймыз. Бас бармақ екінің жоғары жағында. Бір қағыс. Ай. Жалпы екінші қатар беу әнімді айтып ай домбыраға түгел салдық. Сізде де осылай шықты деген үміттемін. Бірге тартып көрейік. Осылай. Енді ең соңғы үшінші қатарға да келіп жеттік. Сөздері жүрмін, шалқып ай. Осы сөздер домбыраға саламыз. Дәл жаңағы тұрған жерімізде үшінші пернені ұстаймыз. Және осы жерде тұрып үшінші пернені екі қағыс қағамыз. Жүрмін, шалқып деген буынды айтатын кезде бірінші пернені ұстаймыз. Бір қағыс қағамыз. Екі қағыс қағамыз. Шалқып ай деген ең соңғы буынды айтатын кезде енді ашық ешқандай пернені баспай 8 қағыс ойнаймыз. Жалпы осымен аяқталды. Ең соңғы қатарды бірге орындап көрейік. Сізде де осылай шығу керек. Мұқият қарап отырыңыз. Жүрмін, шалқып сіз әп-сәтте әннің қайырмасын да түгел домбыраға салып қойдыңыз. Құттықтаймын. Сіз үшін жаңа куплеті сияқты бұны да бір рет орындап көрсетемін. Ешқандай сөзін айтпай, жай ғана әуенін мұқият бірге орындап көріңіз. Мінекей ән осылай айтылады. Қайырмасы дәл осы үш қатар ғана. Қайта-қайта тартып айта бересіз. Жалпы әнді қалай орындау керектігін де біле жүргеніңіз дұрыс. Жаңа мен видеоның басында сіз үшін әдейі әнді бір рет толық орындап көрсеткен болатынмын. Дәл солай орындайсыз. Яғни басында бірден әнді айтып, сөзін айтып бастап кетпей, проигрыш деген нәрсені ойнайсыз, яғни әуенді ойнайсыз, жай ғана домбыра тартасыз. Ол бізде қайырманың әуені. Жаңағы ей саған халқым ай,
беу әнімді айтыбай, жүрмін шалқыбай деген сөздерді айтпай, тек қана домбырада әуен орындайсыз. Осы проигрыш болады. Одан соң бірінші шумақ толық орындайсыз. Одан соң екінші қайырманы 2 рет қайталайсыз. Сосын екінші шумақты орындайсыз. Сосын қайырманы тағы да 2 рет қайталап болған соң, жаңа айтқан проигрышты басында ойнаған қайырманың әуенін сөзін айтпай, 1 рет тағы да ортада орындап кетесіз. Одан кейін үшінші шумақтан кейін қайырманы 3 рет немесе 4 рет орындап, жалпы әнді осылай айтсаңыз болады. Сіз үшін бұл видео пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сіздердің әрқайсыларыңыздың қолдауларыңыз өте маңызды. Қазақша контентті қолдай отырыңыз. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенше сау болыңыз.